Бүгін республика аумағындағы барлық оқу орындарында адалдық сағаттары өткізілді. Бұл бастама Түркістан қаласында да бастау алды. Қаламыздағы жоғарғы орта арнаулы және мектеп қабырғасында санаулы ұрпақ жарқын болашақ тақырыптарында Нұр Отан партиясына қарасты Жас Отан жастар қанатының кеңесшілері мен мәслихат депутаттары оқушылар мен студенттерге кездесулер жүргізді. Жергілікті Түркістан Ахмет Яссауи колледжінде болған мамандар еркін ашық пікірталас алаңын құрды. Біздің қазір мен сіздерге түсіндіретінім жалпы сыбайлас жемқорлық деген не? Қазір қаламызда республика көлемінде үлкен жобалар жүзеге асып жатыр, яғни мемлекеттік қызметпен қазір сыбайлас жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігі олар екіге бөлінген. Мемлекеттік қызмет істері жөніндегі және жемқорлыққа қарсы. Енді біздің бүгінгі қозғайтын тақырыбымыз жемқорлыққа қарсы іс-қимыл агенттігінің республика көлемінде жасап жатқан жобасы. Бүгінгі біздің адалдық білім сағаты деген, саналы ұрпақ жарқын болашақ кепілі деген бүгін республиканың барлық аумағында осындай орта арнаулы жоғары мектеп оқушыларына осындай сабақтар өтілуде. Сыбайластықтың алдын алуды мектеп қабырғасындағы балаларға қазірден дәріптеу қажет. Бұл баланың адал болып өсуіне өз септігін тигізеді дейді бастаманы қолдаған колледж басшысы Алтынбек Кенжалиев. Бұл қоғамдағы мынау сыбайлас жемқорлыққа қарсы күрес іс-шарасы бағытында негізгі қағидаттары түсіндірілуде, мемлекеттік саясаттың қандай бағытта жүргізіліп жатқандығы айтылып жатыр, және жастармен осы сыбайлас жемқорлықпен ыждағатсыз күрес жүргізудің мән мағынасы түсіндіріліп жатыр. Сыбайлас жемқорлықпен қарсы күреске қатысты іс-шаралар оқу орындарында, атап айтқанда біздің оқу орнымызда оқу процесі жыл 12 ай жүргізіледі. Оқу процесі барысында бұнда тек қана бұл жаңағыдай кездесулер ғана емес, тәрбие сағаттарында немесе осы мынау жаңағы құқық қорғау саласының қызметкерлерімен кездесу барысында, жалпы мынау түрлі пікірталас дебаттарында бұл мәселе жиі көтеріледі. Себебі мемлекеттің саясатында осы сыбайлас жемқорлықпен қарсы күреске үлкен мән беріліп отыр. Және мынау жастардың санасына осы қағиданы тереңдеп ендіру қажет болып тұр. Бүгінде қаламыздағы білім беру ордаларында адалдық алаңдары, адалдық дүкендері мен адалдық сағаттары жұмыс жасайды. Ал мамандардың сөзінше жыл басынан бастау алған бұл бастама оқу жылының соңына дейін өз жалғасын таппақ. Көркем Бердібайқызы, Медет Пірәлі, Тұран, Түркістан.